Сәлем достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз дәмді әрі ауызда еріп кететін өте нәзік, барлығыңыз білетін банофи пай пирогын пісіретін боламыз. Бізге ерітілген сары май және оған сахарная пудра саламыз. Басқа секер салмаймыз, тек сахарная пудра салу керек. Және жұмыртқаның сары уызын ағынан бөліп алып саламыз. Араластырамыз. Қамыр қопсытқыш салып, тағы да араластырамыз. Онды бірден салмаймыз, бөлікке бөліп саламыз және міндетті түрде електен өткіземіз. Өлшемдерін видеоның астына описанияға жазып кетемін, содан қарасаңыздар болады. Осындай жұмсақ әрі қолға жабыспайтын әдемі қамыр шықты. Оны формаға жаямыз, жан жақтарын көтереміз. Менің формамның диаметрі 20 см. Шанышқымен тесіп 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін суытамын, содан кейін барып вареный сгущенканы саламын. Вареный сгущенканы жағып алғаннан кейін үстіне банандарды орналастырамын. Бананды мен алдын ала кесіп алдым. Салқын сливкиді миксерлейміз. Қоюланғанға дейін миксерлейміз. Қатты миксерлеп жүрмеңіздер, достар. Соны осы қапқа салып, менде дөңгелек форма, сонымен видеодағыдай жасап шығамын. Осылай барлығын жауып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бетіне какао немесе Несквиктің какаоын сеуіп шықсаңыздар болады. Жасап жатсаңыздар ас болсын.